Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Бүгінгі сабақта білетініміз ондық бөлшектерді оқуды және жазуды үйренетін боламыз. Мәселен, біздің алдымызда араласқан және жай бөлшек тұр, иә? Бірінші жай бөлшекке қарайықшы, 10-нан 8, 100-ден 24, 2,100-ден 6, 5,10-нан 2. Не байқадық? Барлығының бөлімінде 10, 100, 100, 10, яғни 1, сосын 0-дермен, яғни ондық түрінде жазылып тұр, иә? Яғни ондық бөлшек, ол 10, 100, 1000, 10.000, яғни 10.000, 100.000 тағы сол сияқты бөлімі, сол сияқты сандар болса, онда олар біз ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Мәселен, 10-нан 8. Бұны бізде мына жерде бүтін бөлігі жоқ. Егер бүтін бөлігі жоқ болса, онда 0 бүтін деп аламыз. Сонда 0 бүтін, тағы қарайтын жайт, егер бөлімінде қанша 0 тұр, үтірден кейін сонша таңба болуы керек. Ол таңбаның алымындағы санды әкеліп жазамыз. Яғни 10-нан 8, 10 дегенде 1 0 тұр, үтірден кейін бізде бір таңба болу керек. Ол таңбаны алымындағы санға қараймыз. Алымында қандай сан тұр, соны алып келіп жазамыз. Оқылуы, яғни ондық бөлшек бізде үтірмен жазылады. Оқылуы 0 бүтін 10-нан 8. Үтірден кейін бір таңба тұрса, онда 10-нан деп оқылады. 2 таңба тұрса 100-ден, 3 таңба тұрса 1000-нан, 4 таңба тұрса 10.000-нан. Үтірге дейінгі сан бүтіні, үтірден кейінгі сан ондық таңба болады. Бүтін бөлігі үтірге дейін жазылады. Екінші жай бөлшекке қарайық, бұны да біз ондық бөлшек түрінде жаза аламыз. Бүтіні жоқ, демек 0 болады. Үтір 0 бүтін. 100-ден 24, 100-де 2 0 тұр, үтірден кейін 2 цифр болу керек. Ол цифрды алымындағы сандарды әкеліп қоямыз. Таңба 24, 2 таңба жазылды міне. Сонда 0 бүтін 100-ден 24. Келесі міне мұнда аралассам бүтін бөлігі бар. Ол 2, демек 2-ні осында жазамын. Бұл бүтіні болғандықтан бүтіннен кейін үтір міндетті түрде қойылады. 100-ден 6. Қарасаңыз 2 0, яғни үтірден кейін менде 2 цифр тұру керек. 2 таңба тұру керек. Ол таңбаны алымындағы санды әкеп қоям. Бізде алымында бірақ сан тұр, 6. Ал бізде ондық бөлшек түрінде жазған кезде 100-ден деп айтып тұр, яғни 2 0 тұрғандық. Бізде үтірден кейін 2 таңба тұру керек. Алымында біреу болғандықтан мен 0 әкеліп қоямын. Ол 0-ды міндетті түрде үтірден кейін, яғни жаңа жетпей тұрған сан мен үтірден кейінгі екеуінің аралығына қоямыз. Сонда 2 бүтін 100-ден 6 болып оқылады. Келесі 5 бүтін 10-нан 2 бүтіні 5, үтірімді қоям, 10-нан 2 1 0, демек бір таңба тұру керек. Ол бізде алымында тұрған сан 2. Сонда жауап 5 бүтін 10-нан 2. Мұндағы 5 бізде бүтін бөлігін береді 5, ал 2 ондық таңбаны береді. 2 бізде ондық таңбаны береді. Өзі ондық бөлшек деп айтып тұр, ондық бөлшек деп айтып тұрғандықтан біз 10-нан, 100-ден, 1000-нан, 10.000-нан, яғни үтірден кейінгі таңбаға қарап, неше таңба тұр, сонша 0 бар санды қосып оқитын боламыз. Келесі, тең шамалар деген бар, яғни тең бөлшектер. Ондық бөлшекте тең бөлшектер бар. Ол қалай? Мәселен, 5 бүтін 10-нан 7 тұр. Бұған тең бөлшек 5 бүтін 100-ден 70. Бұған тең бөлшек 5 бүтін 1000-нан 700. Яғни тең бөлшекті жазған кезде бұлар өзгермейді. Сол санның өзін жазамыз, тек қана соңынан 0 тіркейміз. Яғни мына ең соңындағы 0-дер жазылмаса да есеп қате болмайды. Үтірден кейінгі 0-ді емес, үтір, таңбамыз тұр, таңбадан кейінгі ең соңында тұрған 0-дер
ең соңында тұрған нөлдер. Осылар жазылмаса да есеп қате болмайды, яғни біздің ондық бөлшек қате болмайды. Келесі, мыналарды енді біз ондық бөлшектерді үтірмен жазылатын білдік, жазылуын. Енді оқылуын қарайық. 2,7. Үтірден кейін бір таңба тұр, демек бір нөлі бар 10. Сонда 2 бүтін. Бірінші санды айтамыз. Одан кейін үтірді көрдік пе, сразу бүтінді айтамыз. Үтірден кейін неше таңба көріп тұрсыз? Сонша нөлі бар санды айтамыз. Мұнда бір таңба көріп тұрғандықтан бір нөлі бар 10. 2,7. 2,7. Келесі сан 8 бүтін. Үтірден кейін 2 цифр 0 болса да, біз сол таңбаға қосып, яғни сонша нөлді тіркеп айтамыз. Бізде үтірден кейін 2 таңба, сонда 8 үтір көрдім. Бүтін. Үтірден 2 цифр көріп тұрмын, демек 2 таңба көріп тұрмын. Демек 2 нөлі бар 100. Сонда 8 бүтін 100-ден 2 деп оқимыз. Келесі сан 12 бүтін. Үтірден кейін 3 цифр тұр. Сонда 12 бүтін 3 нөлі бар 1000. 12 бүтін 1000-нан 123. 6 бүтін 1000-нан 8. 18 бүтін 100-ден 16. Осылай оқимыз.